Кеше ғана мектепте жүрген сияқтым. Шушаң етіп ойнап. Уже деген 11 жыл өтіп кетіпті ғой. Уақыт қалай зымырап жатыр. Сол бір сәттерге қайтып оралсам екен. Бір сәтке болса да. Босайте, сабақ басталды ғой. Футбол матчке. Давай. Футбол, Оқушылар, енді міне үлкен азаматша болдыңдар, азамат болып жатсыңдар. Бірақ бір нәрсені еш уақытта ұмытпаңдар. Барлық әдепті, мәдениетті осы мектептің қабырғасынан аласыңдар. Сен тұрша. Әлжан бар, орнын қойма. Тез бол. Үлгіресіңдер. Ертең басқа оқу орнына барғанда, мына оқушы қай мектепте оқыған деп айтар. Әлмаханова, естіп тұрсың ба? Мына мектебімізге кір келтірмеңдер. Жақсы азамат болыңдар. Сендер мені қатал апай дейтіндеріңді білем. Әлмаханова, мен сендер жақсы болсын деп қатал болам. Бір сәт күліңдеш. Бүгін рұқсат сендерге. Өйткені біздің насылу қызымыз Аиданың туған күні. Кіребейіз. Бүгін Аиданың қызымның туған күні. Дұрыс. Жаным, алдың сол. Қабаттасып жатыр, мектеп бітірейін деп жатырсың. Туған күніңде болып жатыр. Алтының туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас қос, үлкен, ақылды, тәтті қыз болып менің қасымда. Тек рахатыңды көріп жүре берейік. Біз апайыңыз екеуміз бірге рахатыңды көрейік. Тек бізге, осы апай екеумізге тек жақсылығын көрсет. Рахмет балалар.